Қайырлы күн, достар. Оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін біз ауыз ашарға жеңіл, жылдам, оңай пісірілетін апельсинді пирог пісіреміз. Осындай жұмсақ болады және балаларыңыз да сүйіп жейді. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Бізге қажет заттар: ұн 150 грамм, секер 180, апельсин және 4 жұмыртқа, 150 грамм сары май, 1 шай қасық разрыхлитель. Ең бірінші таза ыдысымызды алып, 4 жұмыртқамызды жуылған 4 жұмыртқамызды жарамыз. Міндетті түрде жұмыртқамыздың сыртын жууды ұмытпайық. Бөлме температурасында болуы міндетті. Осы 4 жұмыртқамызды кішкене миксерлеп, үстіне қантымызды саламыз. Қантымызды салып, миксердің кішкентай жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Миксерлеп, әппақ масса болғанша, әппақ болып көтерілу керек. Міне, осындай болып шығуы керек. Содан кейін сырты жуылған апельсинімізді алып, бір апельсинімізді аламыз, сыртын теркіден өткіземіз. Теркіден өткізіп, жартысына дейін теркіден өткізіп, дәмі әдемі болып шығу үшін осылай теркіден өткізіп саламыз. Кейбіреулері пышақпен турайды сыртын қабын алып. Мен теркіден өткіздім. Міне, жартылай осылай сыртын қабын теркіден өткізіп алдым. Келесі ертілген сары майымызды құйып, үстіне құямыз. Содан кейін тағы да миксерлейміз. Миксерлегеннен кейін келесі ұнымызды саламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізу керекпіз. Разрыхлителімізді салып, тағы да кішкене миксерлеп аламыз. Міне, тестіміз дайын, қамырымыз. Осындай болып шығады. Қою да емес, сұйық та емес, қатты. Бір апельсинімізді алып, жаңағы тураймыз. Уақтап турамаймыз ондай. Орташа қылып турап, жиырма 24 диаметрлі формамызға қамырымызды құямыз. Қамырымызды құйып, үстіне туралған апельсинімізді саламыз. Қамырды құйғаннан кейін формамызды кішкене столға ұрып жібереміз. Қамырымыз біркелкі болады сол кезде. Жаңағы формамызда біркелкі болып, түзу болып тұрады. Міне, апельсинімізді бетіне қоямыз осылай. Әдемі болып, апельсиннің дәмі күшті болып шығады. Осылай реттеп қойып аламыз. Қойып алғаннан кейін қызып тұрған 170-180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Пешіңізге қараймыз. Міне, пирогымыз дайын. Пирогымыз суығаннан кейін формамыздан шешіп аламыз. Ары қарай сахарный пудраны пирогтың бетіне әдемі қылып себуге болады, әдемілікке. Осындай пирогты пісіріп, ауыз ашарға пісіруге болады. Қонақтарыңызға қоюға болады. Жұмсақ болады және тез, оңай дайындалатын пирог. Міне,
Видео ұнаса, тіркеліп, лайк басып қолдап жіберіңіз. Назарларыңызға рахмет.